Сәлем достар, біз сіздермен қарастыратын тақырыбымыз түзулер арасындағы бұрыш. Алдымен бізге берілген альфа 1, альфа 2 екі жазықтық өзара параллель. Бірақ альфа 1-ге тиісті L1 түзуі мен альфа 2-ге тиісті L2 түзулері бір-біріне параллель емес. Олар айқас түзулер. Осы айқас түзулердің арасындағы бұрышты қалай табуға болады? Және олардың бағыттаушы векторларын қалай қолданамыз? Осы сұрақтың жауабын іздейтін боламыз. Алдымен еске түсірейік, бізде альфа 1 жазықтығы мен альфа 2 жазықтықтары параллель. Ал L1 түзуі не тиісті ал альфа 1 жазықтығына, яғни L1 түзуі альфа 1 жазықтығында жатыр деген сөз. Ал L2 түзуі ол альфа 2 жазықтығына тиісті. L1 жазықтығындағы L1 түзуіндегі бағыттаушы P1 векторының координатасын жазайық. P1 векторының координатасы абсциссасы n1-ге, ординатасы n1-ге, аппликатасы k1-ге тең. Ал L2 түзуінің бағыттаушы P2 векторының координатасы сәйкесінше m2 абсциссасы, ординатасы n2, аппликатасы k2-ге тең. Енді осы жерде мына жазықтықтағы, яғни P1 мен P2 бағыттаушы векторының арасындағы бұрышты табу деген сөз, оларды бір-біріне параллель түсіруіміз керек. Яғни P1 түзуін, P1 бағыттаушы векторын P2 векторымен қиылысатындай параллель түсіретін болсақ, ол бізде мынау болады. Бұл бізде P1 бағыттаушы векторы. Ал дәл солай L2-ге L1 параллель болатыны жүргізетін болсақ, онда ол былай орналасады. Бұл бізде L2 түзуі. Мынау бізде P1 бағыттаушы векторы. Сонда бұл бағыттаушы векторлардың арасындағы бұрыш сүйірде доғалда бола алады. Ал L1 мен L2 түзудің арасындағы бұрышта дәл солай. Бұл жерде L1. Енді осылардың арасындағы біз көбінесе сүйір бұрыштарын қарастырамыз. Яғни бағыттаушы векторлардың арасындағы сүйір бұрышы да түзулердің арасындағы сүйір бұрыштар тең деген сөз. Себебі олар өзара параллель. Олай болса, бағыттаушы векторлардың арасындағы P1 бағыттаушы векторы мен P2 бағыттаушы векторының арасындағы бұрышының косинусы дегеніміз, олардың сәйкес координаталарының скаляр көбейтіндісі m1, m2 қосылған n1, n2 қосылған k1, k2-ның қатынасы тең болады сәйкес бағыттаушы векторларының координаталарына m1-дің квадраты, n1-дің квадраты және k1-дің квадраты. Дәл солай екінші бағыттаушы векторының ұзындығы m2-ның квадраты қосылған n2-ның квадраты қосылған k2-ның квадратына. Бұл бізде кез келген екі бағыттаушы векторның арасындағы бұрышына тең. Олай болса, бұл бұрыштар бізде түзулердің арасындағы бұрышына тең болғандықтан, біз косинус екі түзулердің арасындағы косинусында жаза аламыз. L1 мен L2 түзулердің арасындағы бұрыш. Олай болса, бізде бұрыштар сүйір және доғал болғандықтан, яғни доғал бұрышта теріс мән қабылдамасы үшін біз алымын модулясын алып жазамыз. m1-дің m2-ге көбейтіндісі, n1-дің n2-ге және k1-дің k2-ге көбейтінділерінің қосындысының қатынасы осы бағыттаушы векторлардың ұзындығына. m1-дің квадраты қосылған n1-дің квадраты қосылған k1-дің квадраты. Және көбейтеміз екінші бағыттаушы векторымыз бізде m2-ның квадраты қосылған n2-ның квадраты қосылған k2-ның квадратына тең. Бұл бізде егер бұрыштарымыз сүйір немесе доғал болатын болса. Ал енді бізде екінші жағдай. Бұл бірінші жағдай болатын. Бұл жердегі L1 түзуі мен L2 түзулері қалай орналасатынын еске түсірейікші. Бұл екі түзу альфа 1 және альфа 2 жазықтық өзара параллель болғанымен екі түзу айқас түзу. Яғни L1 түзуі
айқас түзу L2 түзуімен. Айқас түзулер үшін олардың арасында бұрышын табу үшін бірін екіншісіне параллель көшіруіміз керек екен. Солардың арасындағы бұрыш екі түзудің арасындағы бұрышының косинусына тең. Енді екінші жағдай. Бұл екі түзу болуы мүмкін перпендикуляр. Яғни L1 түзуі мен L2 түзуі бір-бірімен перпендикуляр қиылысуы мүмкін. Бұл жағдайда олардың бағыттаушы векторларын скаляр көбейтіндісі n1 көбейтілген n2 қосылған n1 көбейтілген n2 қосылған k1 көбейтілген k2 скаляр көбейтіндісінің мәні 0-ге тең. Ал олардың арасындағы бұрышының косинусы, яғни L1 және L2 түзулерінің арасындағы бұрыштың косинусы 90 градусқа тең деген сөз. Енді үшінші жағдайды қарастырамыз. Егер L1 және L2 түзуі параллель болатын болса, яғни параллель болатын болса, бұл екі түзудің арасындағы бұрыштың мәні 180 градусқа немесе 0-ге тең деген сөз. Ал ол параллель екендігін олардың бағыттаушы векторларын сәйкес координаталары бір-біріне пропорционал болады. Яғни n1-дің m2-ге қатынасы n1-дің n2-ге қатынасына тең болады, k1-дің k2-ге қатынасына тең болады. Балалар, біз сіздермен қарастырдық. Жазықтықта немесе кеңістікте кез келген екі түзудің арасындағы бұрышты табу формулаларын. Келесі кездескенше сау болыңдар.